Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге шкафты жақсылап жинап алатын боламыз. Жаздық киімдерді төмен түсіреміз, қыстық киімдерді жоғары көтереміз. Наконец-то бізде күн ысыды. Енді қыстық киімдерді жоғарыға жинауға болады. Шкафтың да есігі холодильниктің есігінен киім ашылмайды, өйткені бұл жерде киімдердің барлығын салып қойсаң, бір күннен кейін уже киімдерді стиркадан көресің. В общем, бізде айналып келе береді. Мен тазалап жуып салып қоям, олар барлығын киіп қайтадан корзинкаға тастайды. Әрине өзіміз жуып шаймағандықтан тастай береміз. Негізі қолмен жуатындар да бар мекен, әлі де стиральный машина болса да мен әлі де қолмен жуатын бар. Кей кезде бір қатты сағынып кетем ба білмеймін, қолмен жуып алатын да бар кейбір киімдерді, өйткені кейбір киімдерде дақ қалып қалады, соларды кетіру үшін қолмен жууға тура келеді. Стиральный машинамен де дақтарды кетіруге болады, но кейбір кезде кішкене дақ кетіргішті құясында, сонымен қолмен езген кезде ары қарай жуып кетесің ғой, ұмытып кетесің стиральный машинаға салуды. Әсіресе бізде стирка суббота воскресенье өте қатты қызады. Мен де қалыспаймын олардан. Мен де көп киім жуам. Далаға шыққан кезде барлық жерде бізде стирка киімдер өте әдемі жайылып тұрады. Стиркаға байланысты тағы да бір айта кетейін, мен түсінбейтін ол жағдай, бізде көршілер неге заборға жаяды киімдерін, қорықпаймын екен деймін да, мысалға киімге тот басып қалуы мүмкін, елімізде іліп жыртып кетуі мүмкін, ондайдан қорықпайды, көбінесе заборға жаяды. Негізі есіктердің алды кең, сушилка алып қоюға болады, жіп жандай байлап жіпке жайып қоюға да болады. Жоқ, үнемі заборда ілініп тұрады бізде көбінесе. Қыстық киімдер жоғарыда, жаздық киімдер төменде. Енді барлығы реттестіріліп қойды, енді шашуға дайынбыз. Арасында мен де бармын.